Алматыда тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 80 жылдық мерейтойына арналған туынды жарық көрді. Елбасы жолымен кітабы Қазақ ұлттық аграрлық университетінің соңғы 20 жылда атқарған еңбегінің жемісі. Туынды егемен еліміздің арғы-бергі тарихынан сыр шертетін топтамалы мақала эсселермен, сирек кездесетін фотосуреттермен ерекше. Оқырманға жол тартқан кезекті еңбек несімен құнды? Тақырыпты тілші жалғастырсын. Осыдан тура 2 жыл бұрын Қазақ ұлттық аграрлық университетінен Назарбаев білім, ғылым және рухани жаңғыру институты ашылды. 4 залдан тұратын орталықта елбасы кітапханасы да бар. Мұнда тұңғыш президентке арналып жазылған 3000-ға жуық еңбек қойылған. Жуырда ғана кітапхана қоры тағы бір жаңа туындымен елбасы жолымен атты еңбекпен толықты. Кітаптың бірінші бөлімінде ұлт көшбасшысының тәуелсіздік бастауынан бүгінгі аралыққа дейінгі қажырлы еңбегі баяндалса, екінші бөлімде елбасының тікелей қолдауымен іске асырылған ауқымды жобалар айтылады. Бұл еңбектің жастарға берер тағылымы мол дейді автордың өзі. Кітап жас ұрпақтың рухани адамгершілік тәрбиесі мен көшбасшылық қасиеттерін дамытуға ерекше серпін береді. Мемлекетіміздің жаңа тарихы елбасы есімімен тығыз байланысты. Ғаламдық деңгейдегі кемеңгер тұлға, тұңғыш президентімізге тән көрегенділік қасиеттер әрбір қазақстандыққа үлгі өнеге. Қарасай Батыр орта мектебінен ашылған елбасы музейінің іргесін қалаған ардагер ұстаз, құрмет орденінің иегері Рымкеш Шайкенқызы оның еңбегін қашанда жоғары бағалайтынын айтады. Ол кісінің терең ойлығының нәтижесінде көптеген табыстарға жетті. Елбасымыздың арқасында бүкіл әлем таныды. Әсіресе соның бірі 56 мемлекеттің басын қосқан ынтымақтастық ұйымының жаңағы саммитін өткізу. Бұл саммит 11 жылдан бері өтпеген бір. Саммитті өткізу арқылы қазақ халқының қонақжайлығын, қазақ халқының мәдениетін, қазақ халқының ақ дастарханын бүкіл әлем таныды. Жинақта рухани бағыттағы өнегелі жобалар жан-жақты көрсетіледі. Туынды студент жастардың білімге деген құлшынысын арттырумен де құнды болмақ. Елбасына арналған кітаптар көп екенімізді білеміз, бірақ бұл кітаптың құндылығы, ерекшелігі өзінің атауына байланысты қарастыру керек. Елбасы жолымен деп. Шынында да елбасы жолы бұл жаңа егемен Қазақстанның қалыптасу жолы. Бүкіл қазақстандықтардың тәуелсіздік елде даму жолы. Елбасымыздың тәуелсіздікті баянды етуге қажырлы еңбегі мен игі бастамалары жан-жақты өте жақсы көрсетіліп және баяндалған. Елбасының еңбек жолы нағыз өнеге мектебі. Елбасының ұстанған жолы, ұсынған саяси бағдары, мемлекеттік қайраткерлігі, жасампаздық және жаңашыл тұлғасы жаңа жинақта жан-жақты сипатталған. Кітап жалпы оқырманға арналады. Сая Меңдеке, Ялкунжан Ашымжанов, Алматы телеарнасы.